Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламалық мақаласының жарияланғанына биыл 3 жыл толды. Осыған орай аймақтағы рухани жаңғыру кабинеттерінің арасында облыстық үздік рухани жаңғыру кабинеті атты байқау ұйымдастырылды. Бүгінде кезең-кезеңмен өткен дүбірлі доданың жеңімпаздары анықталды. Павлодар облысында 103 рухани жаңғыру кабинеттері бар. Олардың 69-ы облыстық байқауға қатысуға жолдама жіберген. Кабинеттердің жұмысын бағалау үшін арнайы сараптамалық топ құрылған болатын. Оған ақпарат және қоғамдық даму басқармасының, білім беру саласының мамандары мен қоғамдық ұйымдар өкілдері кірді. Оның шарты мынандай: оқу орындар өздерінің кабинеттерінің жұмысы туралы бейне ролик жасау керек. Соны жібереді, қарап, одан кейін лайк басылады, содан кейін қаралымдар бағаланды. Одан екінші кезеңге 10 кабинет өтті. 10 кабинеттен ішіне жеңімпаздар анықталды. Айта кетерлігі, әділқазылар алқасы 69 кабинеттің әрқайсысын аралап, жұмысына баға берді. Қатысушы кабинеттер өзінің мазмұндық құрылымын, ішкі көрінісі мен рухани құндылығын көрсете білуі керек болды. Байқаудың негізгі мақсаты рухани жаңғыру бағдарламасының шеңберінде Павлодар облысының тарихи мәдени мұрасын зерделеуге бағытталған оқу тәрбие үдерісінің ұйымдастырудың қажетті шарттарына сәйкестігін анықтау. Жеңімпаз болып Ақсу қаласы ауылдық аймағында Мамайт Омаров ауылының Жамбыл атындағы мектебі болды. Онда Жиенхан Хаманай дегеніміз өзі біздің дәстүрлі өнерімізді насихаттап жүрген ағамыз бар. Өзі ұстаз, өзінің артында оқушылары бар. Сол кабинетті толықтай мына рухани жаңғырудың ойына, концепциясына, философиясына дәл келтіріп істеп жатыр. Елдегі карантиндік шектеулерге байланысты жеңімпаздарды марапаттау сәті онлайн форматта өтті. Салтанатты сәт ғаламторда тікелей эфир арқылы көрсетілді. Әйгерім Бозанбаева, Әмір Ерланұлы, Ертіс ақпарат.